Сәлем балақай, бүгін мен саған ертегі айтып беремін. Ертегіміз «Осқынсыз үйрек балапаны» деп аталады. Ертеде бір үйрек өзен жағалауына ұя салып жұмыртқа басып шығарады. Ол жұмыртқалардан 6 сүйкімді балапан шығыпты. Олардың тұмсықтары қызғылт сары, ал денелері сары екен. Бір кезде аналық үйрек әлі балапан шықпаған тағы бір жұмыртқаны байқайды. Қызық екен деп бақылдайды аналық үйрек. Білуімше, ұяда 7 емес 6 жұмыртқа жатқан болатын. Үйрек таңданып, одан ары жұмыртқаны басуды жалғастырады. Бір кезде қырт етіп жұмыртқа қабығы сынады да, тағы бір балапан шығады. Бұл балапан басқа іні қарындастарынан үлкен, және жүннің түсі де өзгеше болады. Олар оны мүлдем ұнатпай қалады. «Сен біз сияқты кішкене және сүйкімді емессің», деп олар жағымсыз сөздер айта бастайды. «Сен үлкен әрі епсіз және ұсқынсызсың. Сондықтан да біз сені ұсқынсыз балапан деп айтамыз», дейді үйректің балапандары. Көп ұзамай балапандар ұсқынсыз бауырларын мазақтап, қорлаудан шаршай бастайды. Сөйтіп оны жөніне қалдырады. Ал ол өзін сондай бақытсыз сезінеді. Бір күні төбеден ұзын мойынды, әдемі ақ қанатты бір топ аққу ұшып өтеді. «Олар сияқты сұлу болу үшін барымды беруге әзірмін», деп ұсқынсыз балапан өзінің қалай күрсінгенін де байқамай қалады. Бір күні балапанның жалғызсырағаны сондай, басқа жақты бетке алады. Бір әйел оны тауық деп ойлап қалады. Сөйтіп балапанды қораға қамап қояды да жұмыртқа табуды бұйырады. Ал ұсқынсыз балапанның жұмыртқа таппағанын көрген кезде әйел қатты ашуланады. «Ей, сен тауық деп жүрсем, тауық емес, несің өзің?» деп ашуланады. Бақытына орай қораның есігі ашық қалып, ұсқынсыз үйрек балапаны қашып кетеді. Ол енді дос деп сапарға шығады. Бірақ өкінішке қарай ешкім оған жылы лебіз танытпайды. Сөйтіп жүргенде қыс та келеді. Ұсқынсыз үйрек балапаны көлді паналайды. Алайда бір күні көлдің бетінде мұздан шыға алмай қалып, қатып қалады. Сол жермен өтіп бара жатқан шаруа мұны көріп, мұздан шығарып, құтқарып алып, үйіне алып келеді. Шаруа балалары аулада балапанмен қуаласпақ ойнап жүреді. Бірақ ұсқынсыз үйрек балапаны өте үлкен болып өсіп кетеді де, сондықтан ол енді барлық заттарды бүлдіре бастайды. Сүтті төгіп, ұн салған қапты құлатып тастайды. Қап жыртылып қалады. Шаруаның әйелі қатты ашуланып, «Жетер! Кет бұл жерден, және қайтып келуші болма!» деп айғайлайды. Осылайша ұсқынсыз үйрек балапаны тағы да жалғыз қалады. Сөйтіп үйрек балапаны өзі өмірге келген өзен жағасына келіп, тып-тыныш судың бетіне қарайды. Ұсқынсыз үйрек балапаны су бетіндегі әдемі бейнені байқап, өз көзіне өзі сенбейді. «Мен аққуға айналыптым ғой», деп ол қобалжып әрі қуанады. «Мен ешқандай да үйрек емес екенмін, мен аққу екенмін», деп қатты қуанып кетеді. Ұсқынсыз үйрек балапаны жай аққуға емес, өте көрікті де әсем аққуға айналыпты. Мамығы қардай аппақ, ал мойны ұзын, сұңғақ екен. Оны көргендердің барлығы тамсанғандарын жасыра алмайды. Көп ұзамай кезінде оның төбесінен ұшып өткен аққулар өзенге қайта оралады. Олар «Кел, бізбен бірге жүз», деп балапанды өздеріне шақырады. Балапан аққулар тобына барып қосылады. Осы күннен бастап ол жалғыздықпен қош айтысады. Міне балақай, ертегіміз осымен аяқталды. Сен бұл ертегіні тағы да мұқият көріп, маған айтып беруіңе болады.
Сау бол балақай.